Аяул анамыз Күләй Мұзбалақ қызы. 1951 жылдың 9 ақпанында қасиетті Киікті жерінде дүниеге келді. 1958 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1968 жылы оқуын аяқтады. Сол жылы Қарағанды қаласындағы кооперативтік кәсіптік техникалық училищеге түсіп, сатушы мамандығын меңгерді. 1970 жылы өзі білім алған нөмірі 20 Орыс-Қазақ 8 жылдық мектебіне лаборант болып жұмысқа орналасты. Негізгі қызметімен қатар мектеп буфетінде де еңбек етті. Әлеуметтік жағдай төмен және көп балалы отбасылардың балаларына қамқорлық көрсетіп, шай мен ыстық тағам беріп, балаларға қуаныш сыйлайтын түрлі кештер мен би ұйымдастыратын. Осындай игі істердің басында әрдайым анам жүретін. 1976 жылы ауылдық клубқа бөлім меңгерушісі болып ауысты. Жезқазған қаласында арнайы білім алып, мәдениет саласындағы қызметін жалғастырды. Анамыз жаңашылдықты сүйетін, ізденімпаз, зерек әрі еңбекқор жан еді. 1980 жылы ауылдық клуб мәдениет үйіне айналған кезде оның дамуына үлкен үлес қосты. Елге сіңірген еңбегі бағаланып депутат болып сайланды. Нұралы Арман ансамблін құрып, Киік ауылының талантты жастарының басын қосты. Ауыл мерекелерінде, шопандардың сабан тойларында, жаңа жыл мен басқа да айтулы күндерде концерттік бағдарламалар мен үлкен мәдени іс-шаралар ұйымдастырды. 1985 жылдан 1989 жылға дейін мәдениет үйінің директоры қызметін атқарды. Үлкен қалалар мен облыстан өнер ұжымдарын шақыртып, ауыл халқына спектакльдер мен түрлі мәдени қойылымдар ұсынды. 1989 жылдан бастап темір жол саласында еңбек етіп, 2004 жылы құрметті зейнет демалысына шықты. Анамыз өте өжет, алғыр, еңбекқор жан еді. Елге сыйлы болды. Ауылына, халқына бар күшін салып қызмет етті. Әкеміз бен анамыз 1971 жылы шаңырақ көтеріп, 7 баланы тәрбиелеп өсірді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырды. Ата-анамыз бізге үлкенді құрметтеуді, кішіні ізеттеуді, адал еңбек етуді және адамды қасиетті әрдайым жоғары ұстауды үйретті. Әрқайсымыздың өмірден өз орнымызды табуымызға бағыт беріп, әрдайым қолдау көрсетті. Бүгінде балалары әр салада еңбек етіп, ата-анамыз берген тәрбиені жалғастырып келеді. 2021 жылдың 21 қарашасында Алланың қалауымен аяулы анамыз дүниеден өтті. Алайда анаға деген сағыныш әлі де басылған жоқ. Оның мейірімді жүзі, жылы сөзі, балаларына деген шексіз махаббаты біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Анашым, сіз біздің жүрегімізде мәңгі тірісіз. Сізді қатты сағынамыз. Сізді әрдайым жақсы көреміз. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Рухымыз пейіште шалқысын. Сізге бағышталған әр дұғамыз қабыл болсын. Жеңгеміздерімізді еске алғанда көзіміз рас келеді. Нұржамат етеміз, Сақып етеміз, Рухмет етеміз, Күздешт етеміз. Ана орнына ана болды, қамқор болды, ақылшы болды. Жатқан жерде жайлы топырақтар торқа болсын. Күләй жеңгеміз енді тек қана жақсы әйел, жақсы келін емес, сонымен қатар бір әулеттің ұйытқысын, ұрпақтың тәрбиесін жалғайтын алтын көпір еді. Күләй жеңгеміз алдымыздан жыл сұрап ішіп келгенде ақ дастарханды жайып қарсы алатын. Жеңгеміздің сөзінде құрметінде сағынамыз. Қай маңдай жеңгеміз ақ жүзіне ештеңе жетпейді. Өзінде еске алғанда көзіме жас келеді. Енді жатқан жер жай топырақ торқалған жанатта болсын. Бұл ағатайымның бала шағасын тілеуін тілеп жатсын. Енді ағатайымның берген қуандарыңыз қабыл болсын. Бала шаға аман болсын, отбасымыз аман болсын. Өлі риза болмай тірі байымас дейді қазақтар. Енді бұрын үлкен ата-бабаларымызға, әке-шешелерімізге Құран бағыштап жатырмыз. Арасында жас бауырларымыз да кетіп қалды. Үлкен шешелеріміз, жеңгелеріміз. Жатқан жерлер жайлы болып, топырақтар торқа болсын. Уақыт емші деп
уақыт өткен сайын оларға деген сағынышымыз ұлғайып, мәңгі сағынышқа айналды. Әрине бәрі мәңгі есімізде. Бүгінгі ауырғанға себеп болып отқан арамызда жүрген Күлайдың да өмірден өткеніне 5 жыл өтті. Енді өмірде Күлай енді өзінің қарапайымдылығымен, еңбек сүйгіштігімен есімізде мәңгі. Өзім деген жандарға өзілігін жұлып беретін жан еді. Еңбектен қол үзбей, бала шағасын қоса бізге де ақылын айтып, жақсы сөздерін, егістерін аямай, әрқашан қолын созып, жарқын есімізде қалды. Жатқан жері жайлы топырақ, торқа болсын, намысшыл еді. Өте қайратты, батыл жан еді. Бір қандай қиыншылық болса да жеңіп, ешқашан еш нәрседен тайсалмаушы еді. Енді бір өкініштісі, біраз қасымызда жүргені жақсы еді, Алланың ісіне дауа жоқ, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын, мәңгі есімізде. Артында қалған ұрпақтар аман болып, енді тірі адам тіршілігін жасайды ғой енді. Ұрпақтарына үлкен ұзақ ғұмыр тілеймін. Жеңгем Күлайды еске алсам, менің ойыма бір жылылық ұялататын жақсы бір нәрсе келеді ойыма. Жас кезімде ауырып Қарағандыда дәрігерде жатқанымда ай сайын маған ағамды жіберетін. Дорба азық-түлікпен киім-кешек салып, мен бір қиыншылық көріп жатқандай ана жақта. Соны әлі есімде сол. Біз мәз боламыз сол кісі. Ай сайын жібереді ағамды. Дегенде палатада қыздар бәрі, о, ағам келді, жеңең беріп жіберген тәттілерін жейміз деп мәз болатынбыз. Өзінің 7 баласы болса да, ештеңеден, мынау қайынсіңлім таршылық көрмесін ана больницада жатқанда деп беріп жібереді. Медучилищеде оқыған жылдарымда да маған көмектесті. Ақшалай, киім-кешек алып беріп, сол әлі осы жүрегімде. Жеңгем Күлайдың жатқан жері жайлы болсын, жаны жәннатта болсын, артында қалған бала шағаларына ұзақ ғұмыр тілеймін, ағам аман болсын, соңына беріп жатқан ас қабыл болсын.